Мен осы бір жерде тұрған кезінде бір қожа кісі келді. Алла ол кісінің жатқан жерін жайлы қылсын, күнәларын кешірсін. Енді біреулер ол кісіні жамандайды, бірақ мен ол кісіні жақсы деп мақтағым келеді. Себебі уәжге тұратын адамда бір күні келіп, маған өзінің бабаларының жазылған қожа кісі ғой, андай несін алып келді да, силсила дейді ғой, енді жаңағы шежіресін алып келді. Сол енді пәленше деген кісіге де біздің пайғамбарымыздың жаңағыдай күйеу баласы Әзіреті Әліге шейін барады екен. Соны жаңағыдай қағазын алып келіп, жаңағыдай міне көрдің ба, біз осындаймыз, молдеке сен осыны оқи аласың ба дейді да. Мен айттым, көке, оқы десең оқып берейін дедім да, бірақ одан пайда не дедім. Сен сол осы нәрселерді маған мақтаныш үшін істедіңіз ба? Ал енді тур сол сұрақты өзіңізге қойын. Осыны сіз өзіңіз оқи аласыз ба дедім. Өйткені анау төте жазумен жазылғанда. Сөйтіп, жоқ, енді мен совет дәуірінде болдым, жаңағыдегі оны біздің сауатымыз болмады, бізді қудалады дейді. Жақсы дедім. Мына жерде дедім, точно сіздің силсилаңыз, шежіреңіз ба? Жоқ, ұрлап алдыңыз ба десем, жоқ, ойбай, әкемнен қалған. Ондай болса дедім, ертең енді сіз ертелі кеш өтесіз ғой дедім. Дүниеден өткеннен кейін әкең бетіне қалай қарайсың дедім да, бабаларының атын оқи алмасаң, ана шежіреден. Оның ар жағындағы бабалардың атын оқи алмасаң, оларға қалай қарайсың? Қияметте көрінесің ғой соның бәріне. О, Әзіреті Әліге жолығасың. Сосын қай бетіңмен тұрып, о, Әзіреті Әлі, мен сенің бір ұрпағыңмын деп бетіңді көтеріп, былай тіке қарап айта аласыз ба дедім. Сөйтіп қысылып кетті, қызарып кетті қатты. Сөйтті да, енді біз оқи алмадық, біз ондай қыламадық. Балама да әлім келмейді дейді. Енді онда оқи алмасаң, өзің оқысай, өзіңнің балдарыңды оқытсай десе, мен балама әлім келмейді, балдарым үлкейіп кетті дейді. Әлім келетін адам бар шығар десе, болды деді, кетіп қалды ана кісі. Сөйтіп ертеңіне таң ата, таң намаздан кейін шырылдатып есік соғады. Шықсам, бір кішкентай сарғұлақты қолына ұстап келіп тұр. Немересін да, мынаған әлім келеді дейді. Осыны оқытып бер дейді да. Сөйтіп Мұхамеджан ағайға апарғызып, оқып тұрдым, ол дәу қазір үлкен жігіт, үйленіп алған жігіт болып кетті ғой ол жігіт. Бірақ сол кісі кішкентай сол баласын жетектеп оқыттырды да, былай айтқанда, түбіше. Мен оны не үшін айтамын? Құрметті жақсылар, ата бабаменен мақтанған қай уақытта дұрыс болады? Егер сіз сол кісінің жолын жалғастырсаңыз, сол кісінің жасаған қателіктерінен сабақ алып, оны өзгертіп, жақсылыққа қарай жұмсасаңыз, онда сіз шынымен одан сабақ алған ата бабаңыздың шынымен жолын ұстанған азамат боласыз. Бұның бәрі қайдан келді? Нұх пайғамбардың заманынан келді ғой. Нұх пайғамбардың заманында осындай бір үлкен әулие кісілер өтіп, олардың мүсіндерін қою келді. Бізде қазір мүсін қоюдан жарысып жатырмыз ғой, негізі. Бұл мәнсіз нәрсе деп ойлаймын. Ол бір мүсін негізі өзіне кейінгі халыққа қалсын десең, кітап қалдыр. Кітап қалдыр. Жоқ, видео көреді десе, видео документалды кино түсір. Сол туралы деректі нәрселер түсір. Яғни бізге халқымызға пайдасын тигізетін нәрсе түсір. Ол бір суретке қарап тұрып, оны не істейміз енді оны, мысалы? Түріне қарап не істеуіміз керек енді біз барған бабамызға. Мысалда ол немесе оның астына пәленше түгенше осы жерде өткен деп жазылады. Болды, пәлен рудың түген бабасы дейді. Не болды енді соныменен? Бабасы болса не болыпты? Не істейміз енді ол бабасына? Біз гүл қоямыз ба, бас иеміз ба, мешіт саламыз ба? Бір нәрсе істеу керек қой, мағына, мән болу керек қой. Ескерткіш деген нәрсені мен түсінем, ғылым, білім артынан қалдырған. Өзінің артына пайдалы нәрсе қалдырған. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзі бар. Бірден еске түседі, адам өлгеннен кейін оның амал дәптері жабылады, үшеуі ғана қалады дейді. Үш нәрсе оның артынан барады дейді. Біреуі істеп кеткен еңбегі халыққа, істеп кеткен еңбегі көпір салып кетті, мешіт салып кетті, балалар үйін салды, не дейді, басқа базар салып кетті, мазар салды, әйтеуір бір елге қызмет қылып кетті. Екінші, білім үйретіп кетті. Елге бір жаңа білім айтып кетті да, мысалы бір жаңалық ашып кетті. Немесе жаңағыдай ұмытылып баратқан мектепті жалғастырып кетті ары қарай. Немесе үшіншісі артынан дұға қылатын перзент қалдырып кетті. Болды, одан басқа ана кісіге бармайды еш нәрсе. Сен оны жер бетінде мүсінін жерден көкке шейін қылып, енді ең соңғы ақшаңдыға шейін соны не қылсаң да,
өлі адам бұл дүниеде оған жердің бетінен жаңағыдегі үшеуінен басқа еш нәрсе керек жоқ.